Келесі сұрақ Бердібек Соқпақбаевтың «Өлгендер қайтып келмейді» шығармасындағы басты кейіпкер Еркін Мамырбаевтан қандай қасиеттерді көре алдыңыз? Ендеше бұл сұраққа біздің командамыздан Айнаш Мұхамбетқалиқызы жауап береді. Бұл жерде біріншіден автор еркін деп алып отыр басты типтерді. Бұл еркін деген басқа да алуға болатын еді аттарды, бірақ деген бұл жерде еркін ол азаттық, тәуелсіздік дегенді, яғни бір нәрсеге тәуелді болмау, адамдарға тәуелді болмау, я болмаса бір жүйені бұзғысы келген сияқты мағынада алынған. Бұл жердегі менің ойымша Бердібек Соқпақбаевтың «Өлгендер қайтып келмейді» шығармасындағы еркіннің басты қасиеті ол қиындыққа мойымау. Қандай қиындық келсе де оған қасқайып тұра білуі, және отбасын қиындық жағдайға қалдырмауы. Сол деп білем. Адалдық және сондай шындықты бетке айта білу. Следующий вопрос. В чем заключается смысл названия романа Льва Толстого «Война и мир»? В названии «Война и мир» отображается контрастность человеческой жизни. Мы принимаем ваш ответ. Поздравляю. Келесі сұрақ бізде ағылшын тілінде болады. What can you do the philosopher's stone? Our answer with our group, the Philosopher's Stones, allows you not only to turn into any metal into the gold, but also to prepare the elixir of life, which gives to immortality. Келесі шарик Ерінбек Қағайұлына келген достық 12-ші сұрақ «Өлгендер қайтып келмейді» шығармасындағы моральды бейнесі арқылы қандай мәселені көрсеткісі келді? Енді бұл жерде Нұрәлі образы арқылы бізде автор не айтқысы келеді? Жалпы Нұрәлі деген кімді алатын болсақ, бізде Нұрәлі ол колхозды басқарып, яғни соғысқа бармай қалған колхоздың басшысы, және де ол бұл жаңағы басшылық қызметке келгеннен бұрынғы өзінің сипатыменен басшылықтан алғаннан кейінгі сипаты екеуі екі түрлі, яғни бір-біріне қарама-қайшылық мінез. Бұл мінез жалпы тек қана Нұрәлінің мойнында емес, сол кездегі көп қазақтың, көп халықтың басындағы проблема, яғни адамның билікке келгеннен кейін өзгеруі, басқа адамдарды өзінен төмен санауы, қолындағы шексіз билік арқылы өзінің ойына келген істеуі, және де кез келген заңды, кез келген қандай да бір мәселені өзіне қарай икемдеп алуы. Бұл жалпы тек қана сол Нұрәлі образ арқылы жалпы адамзатқа тән, яғни адамның бойындағы бір мансапқұмарлық, адамның бойындағы бір көрсетқызарлық мінезін көрсетеді. Және осы арқылы Нұрәлі образын бір көркем образды кейін айналдырып келіп, өте бір жек көрінішті адам ретінде көрсетеді. Демек, бұл жердегі автордың айтқысы келгені адамның жағымды жағынан жағымсыз жағына ауысуы әп-сәтте. Яғни ол адамның өз-өзін басқара алмауы, өз-өзінің жаңағы мінезін басқара алмауы арқылы айналадағы адамдарға зиян келтіруі, мінекей осы мәселені көтере отырып, адамның өзінің жаңағы білімі, білігі, елге қызмет етуі барлығын бір адамның бойына ұштастырып келіп, осы арқылы адам кейін билікке келген кезде өзгеруі, міне адам бойындағы өз мінезін өзі басқара алмауы осы бір проблеманы шығарады, және сол проблема арқылы адамның өз-өзін басқа адамдарға жек көрініш етуін. Рахмет, өте толыққанды жауап. Өздеріңізге қосып бастап қойсаңыздар. Рахмет, өте тартысты ойын болды. Счет 4-0.